Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Бүгінгі тақырыбымыз ораза. Құранда Алла Тағала былай дейді: Астағфируллах. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина қаблакум лааллахум таттақун. Ей иман келтірген муминдер, бұрынғыларға парыз болған сияқты сендерге де күнәдан сақтандыру үшін ораза парыз етілді деді. Пайғамбар алейхиссаламның хадистерінде ликулли шейин закату ва закатул абдани сияму ас-сияму нисфус сабр. Пайғамбар алейхиссалам хадистерінде әр нәрсенің зекеті бар. Тәннің зекеті ораза ұстау. Ораза сабырлықтың жартысы деді. Пайғамбар алейхиссаламның тағы да бір хадисінде инна ли джаннати бабун юсамму раян ла ядхулул илля соимун. Жұмақты раян атты деп аталатын есік бар. Ол есікте тек қана ораза ұстаушылар ғана кіреді деген. Қазақтың нақыл сөздерінде 30 күн оразаның бір айты бар. Әр қылған жақсылықтың бір қайты бар деген. Рамазан мүбәрәк болсын. Ұстаған оразаларыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.